Баршаңызға қайырлы күн достар. Дәмі өте керемет болып шығатын түріктердің баклавасын дайындайтын боламыз. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Кеңірек ыдысымызға жұмыртқамызды салып араластырамыз. Қаймағымызды салып араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Және де ерітілген сары майымызды қосамыз. Жылы суымызды құйып араластырамыз. Және осы сәтте алма уксусын қосамыз. Мен видеода салуды ұмытып кеткенмін. Содан соң құрғақ ингредиенттерді өзара араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді електен өткізе отырып қосып, араластырып, қамыр илейміз. Осы сәтте менің уксус қоспағаным есіме түсіп, уксус қосамын. Бірақ сіздер сұйық ингредиенттерді қосып жатқан кезде уксусты міндетті түрде қосыңыздар. Барлығын жақсылап араластырып, қалған ұнымызды салып, қолымызбен қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Енді оны жақсылап қайтарып, жарты сағатқа тұндырып қойып қоямыз. Арасына салатын қаймағымызды дайындаймыз. Яғни салмамызды, ол үшін сүтімізге құмшекерімізді және манная крупамызды салып, барлығын араластырамыз. Міндетті түрде оттың астын орташа қою керек және астын үздіксіз араластырамыз. Осылай көпіршіктер шыққан кезде қоюланады өзі, сол кезде доғарамыз. Ыңғайлы болу үшін екі ыдысқа бөліп салып аламыз және де осыны толығымен суытуымыз қажет. Қамырымызды 1/8 бөлікке бөліп аламыз. Толығымен суыған қаймағымызды қолымызбен дөңгелетіп, құрт сияқты шарикте жасаймыз. Менің қаймағым қатты суыған жоқ, сол себепті дөңгелек шығару кішкене қиындау болып тұр. Қамырымызды жүгері крахмалын қоса отырып, жұқа етіп жаямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Оның жұқалығы осындай болу керек. Жұқалап жайылған қамырымызды оқтайға ораймыз. Және де екі шетінен осылай итеріп қыртыс келтіреміз. Осындай қыртыстар пайда болады бізде. Содан соң оқтайдан жайлап босатып, қамырымызды ашамыз. Негізі баклава істеген кезде жұқа оқтай пайдаланғандарыңыз дұрыс. Өзінің арнайы оқтай болады, бірақ менде арнайы оқтай емес, жай оқтаймен жайдым. Осындай қыртыстар пайда болды. Енді кез келген жаңғақты сеуіп шығамыз, яғни арасын ашып, осылай себуіміз қажет. Мен грек жаңғағын пайдаландым, оны кішкене езіп алдым. Содан кейін осылай дәл видеодағыдай салып шығамыз. Бетінен дайындаған қаймағымыздан қойып шығамыз. Қаймақтың бетінен тағы да жаңғақтан сеуіп шығамыз. Және де қамырымызды екі шетінен осылай абайлап жабамыз. Және де әр бөлінген бөлікті дәл видеодағыдай осылай қысып шығамыз. Пышақпен араларын кесеміз. Баклавамызды осылай кесіп алған соң, келесі бетіне аударып, осылай екі шетінен қатты қысамыз. Барлық қамырымызды осылай жұқалап жайып, баклаваларымызды дәл осылай істеп шығамыз.
Баклаваларымызды ыдысымызға салып дайындап алған соң бетінен сұйық майдан осылай құйып шығамыз. Барлық шетіне тегізуіміз керек. Және де қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 35-40 минут пісіріп аламыз. Біз енді баклаваның бетіне құятын сиропты дайындаймыз. Ол үшін суымыз бен құмшекерімізді осылай пешке қойып ерітеміз. Құмшекеріміз еріген соң лимонның шырынын құйып, осылай қайнатамыз. Жай отты қайнатуымыз керек. Шамамен жарты сағаттай қайнатамыз. Осылай баклавамыз біздің пештен шығып ыстық кезінде бетінен сироптан құямыз. Осылай баклавамызды бір түнге қалдырғанымыз дұрыс. Сол кезде біздің сиробымыздың барлығын баклавамыз сіңіріп алып, ертесі күні әдем болып, дайын болып шыға келеді. Біздің өте дәмді түріп баклавамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге жасауға кеңес берем. Өте керемет болып шығады. Мен сіздермен қоштаспаймын. Егер сіздерге видеоны лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.